Ассалаумағалейкум ағайын, менің есімім Рауан, Заңзаңғар компаниясынан. Біздің өзіміздің бір қызметіміз тұтынушы адам мынандай деп жазып жіберіпті, сол өтініш айтқан және басқа адамдар білсін дейді өзіндегі болған проблема. Оған звондап, үкімет 2 миллион 800 мың теңге ақша береді сізге деген, счеттарыңыз арест екен, соны шығарсаңыз салып жібереміз деген сотталушының нөмірін айтқан, аты жөнін айтып. Сөйтіп ол кісі бізден кеңес алған, қазір берешекті анықтау жұмыстарын жүргізіп жатқан көрінеді. Енді осындай жағдайларда алданып қалмас үшін видео постпен айтып жіберсеңіз дейді. Енді қараңыздар ағайын, біз бұған дейін де бірнеше мәрте айтып жүрміз, жалпы алданбау керек. Әлде-кім сіздерге хабарласса, мен осындай мемлекеттемін, немесе цоннанмын дейді, халыққа қызмет көрсету орталықтары, немесе акиматтан, жұмыспен қамту орталығы, білмеймін әйтеуір, тіпті президент әкімшілігінен десе де, оған сенуге болмайды. Неге? Біріншіден сізге телефон арқылы хабарласып тұр. Екіншіден мемлекеттен ақша бөлінді дегенге сену өте қиын. Сенбеу керек. Неге? Өйткені атаулы әлеуметтік көмек деген бар. Жалпы мемлекеттен бөлінетін осындай әлеуметтік көмектер бар. Оны сіздер қалай алып жүрсіздер? Сіздерге қоңырау шалып бәрі аударып жіберген кез болды ма? Жоқ, ондай кез болмайды. Оны алу үшін міндетті түрде құжаттар, өтініштер тапсырылу керек. Нақты процессуалдық әрекет жасалу керек. Мемлекеттен ешкім хабарласып сізге осындай шығады деп хабарламайды. Өйткені сіздің тарапыңыздан процессуалдық әрекет болу керек. Олай біреу хабарласты ма, сізге ақша шығып тұр, сізге ұтыс шығып тұр, сіз миллионер болдыңыз, сіздің бір туысқаныңыз бар екен, Швецияда, Англияда деген секілді мұрагерлік қалып тұр дегенге сенбеңіздер. Бас салып, қарызға ақша жинап, процентке кіріп, жаңағы кредиттерді жабуға асықпаңыздар. Бірінші, бізге хабарласыңыздар. Егер ондай хабарласатын болса, мынаны ойлаңыздар. Бұл өтірік. Біріншіден бұл өтірік екенін ойлаңыздар. Екіншіден, сіздің банкте қарызыңыз бар. Соны өтеу үшін коллекторлар хабарласып тұр, ойлаңыздар. Үшіншіден, сол берешектің мөлшері қанша екен сізге нақты анықтау жұмыстарын бастау керек. Неге бұл әрекетті жасау керек? Себебі күндердің күнінде ол берешектен құтылуыңыз керек болады. Немесе егер де жоқ, менің қазіргі материал жағдайым келмейді дейтін болса, онда телефон тұтқасын қойғаннан кейін бәрін ұмыту керек. Ал егер де материал жағдайларыңыз мүмкіндік беріп, аз да болса төлем жасауға жағдай келіп тұрса, онда берешекті анықтау жұмыстарын бастау керек. Ол үшін, берешекті анықтау үшін алдымен өзіңіздің қай ұйымнан кредит алдыңыз, яғни банктен болды ма, микроқаржы ұйымы болды ма, немесе онлайн займ берген компания болды ма, соларға жазбаша хат жолдау керек. Менің берешегім қанша деп. Сосын олар, сіз қазір айтуыңыз мүмкін, маған айтып тұр ғой коллектордан деп деген сияқты, маған 1000 рет қоңырау шалды. 1000 емес, 16 миллион рет қоңырау шалсын, бірақ коллектордың қоңырауына сенуге болмайды. Сіздің қолыңызда мынандай жазбаша құжат болу керек. Сөйтіп банкке арыз жазасыз, банктен берешек мөлшерін сұрайсыз. Олар коллекторға өтті деп айтады. Коллекторға өтті деп айтқан кезде олар берешектің мөлшері осындай болды, сол берешек коллекторға өтті деп айту керек. Егер олай айтпаса, қайтадан банктен ақпарат сұрату керек, толық ақпарат. Сөйтіп коллектордан осы берешектерді анықтап алғаннан кейін төлемді жаймендеп жүргізе бересіздер. Түбіртектерді сақтайсыздар. Сөйтесіздер де бәрін құтылып болды ма деген кезде қарыздың жоқ екендігі туралы кредит берген ұйымнан анықтама аласыздар, немесе коллектордан. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, осы берешекті өтеп жүрген кезде график керек емес пе? Жоқ, графикті сұрап көруге болады. Егер график жасап берсе, графикпен төлеуге болады. Мен білетін графикке қанша 10 адам график сұраса, 10 адамға график жасап берсе, коллекторлар болсын немесе банк болсын, соның 7-8-і сол графикті де өте алмай қалады. Одан да коллекторға өткен кезде кредиттер пайыздар өспейді, сол пайыздарды одан да өспейтіндігін білгендіктен жаймендеп өздеріңіз төлемдерді төлей бересіздер. Бірақ түбіртектерді сақтап отырасыздар. Түбіртектерді сақтау сіздер ертең сотқа берген кезде керек болады. Соттың кезінде айтасыңдар, мінекей берешегім осындай еді, мінекей мен осыншасын төледім, бүгінгі қарызы осындай деп тұр, ол шындыққа сәйкес емес деп сотқа дәлелдей аламыз. Сол кезде сот егер оның құқықтық талаптары сізге қоятын заңды болса, онда сол мөлшерді азайтады. Егер де заңсыз болса, қайтарады. Біз ондайды істеп жатырмыз. Коллекторлар сотқа берсе, ұтып шығып жатырмыз, азайтып жатырмыз, пенияларды азайтып жатырмыз, осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ал егер де сіздер өздеріңіз бейқамдық танытып, коллектордың айтқанына сеніп ақша төлеп тастасаңыздар, біз ұтылып қалдық. Ондай істер болды бізде. Ұтылып қалдық. Неге? Бізге адам айтып тұр, төледім дейді, бірақ қолында дәлелі жоқ. Құрғақ сөзге сену қиын. Оны ешкім сенбейді де. Ондай сөздерге ешкім сенбейді. Сотта да сендіре алмаймыз. Сондықтан өздеріңіздің жағдайларыңызды ойлаңыздар. Біреулер қоңырау шалды екен деп, пайда түседі екен деп, оңай олжаға кенелем деп алданып қалмаңыздар.
процентке кіріп кетпеңіздер. Бізде ондай ағайындар да болды. Процентке кіріп тұрып кредитін жапқан. Ондайға жол жоқ. Тоқтатыңыздар. Біз сауаттымыз. Біз сауатсызбыз. Біз заңгер емеспіз, біз қаржыгер емеспіз демеңдер. Өйткені мұның мұндай деңгейде алданып қалмас үшін гений болудың немесе ғұлама болудың қажеті жоқ. Біздің бәріміз данышпанбыз. Тек соны ұғына білуіміз керек ағайын. Жақсы, сау болыңыздар. Алданбайық. Оңай олжа болмайды. Бәрі еңбекпен, адал жолмен келу керек. Соны ұстанайық ағайын. Иманды болайық. Біздің шырағымыз, біздің темірқазығымыз иманымыз болсын ағайын.